Сәлем достар, сіздермен әлем мырзайттарынасы. Бүгінгі видеода мен, яғни өздеріңіз көріп тұрғандай, футболдың атасы Диего Армандо Марадона туралы айтатын боламын. Диего Армандо Марадона 30 қазан 1960 жылы дүниеге келген Аргентинада футболының тарихындағы қайталанбас ең зор футболшы болып табылады. 4 бірдей әлем чемпионатына қатысқан. 1982, 86, 90, 94, 86 жылы әлем чемпионы және 1990 жылы вице-чемпион атанды. 1979 және 1980 жылдары Оңтүстік Американың жыл футболшысы атағын алды. Марадонаның сүйікті Бока Хуниорс клубы да осы жылдар чемпион болды. Кейін Наполи клубында 2 дүркін Италия чемпиондығын алып берді. Кейін бапкерлікпен айналысты. Марадонаның алғашқы жылдары. Марадона 1960 жылы Буэнос-Айрес провинциясындағы Ланус қаласының Тоттенхем дүниеге келді. Клубтық карьерасын 1976 жылы Аргентинос Хуниорс клубында бастады. Осы клубта ойнап жүріп Аргентина құрамасына да шақырылды. Сонымен қатар жастар құрамасында да өте сәтті ойнаған Марадона құрама бапкері 1978 жылы Аргентинада өткен әлем чемпионатында құрамға қосылды. Міне достар, бүгінгі видеода Марадона жайлы айттық. Марадонаның шын аты Диего Армандо Марадона, лақап аты Пушок, алтын балақай, ондық футбол мекелерінің жаршысы деп аталады екен. Туған күні 30 қазан 1960 жылы. Достар, видеоны лайк басыңыз және арнаға жазылып қоңырау басыңыз. Сау болыңыз достар.